әлеуметтік желілерде барлығы тіл деп конституцияға неменеге жабысып қалыватсыңдар? 7-ші баптың 1-ші тармағында бұрыннан да бар еді ғой, қазақ тілі мемлекеттік тіл деген. 9-ші бапта да қазіргі проектте де то же самое. Қазақ тілі мемлекеттік тіл. Сендерге басқа тіл, орыс тілі, ол да мемлекеттік деп параллельно деп жатқан жоқ қой. 2-ші тармағында тек мемлекеттік қызметшілерге ғана қатысты. Госслужбада адамдардың өздері де білмейді кейбіреулер. Қазақ тілін хаттарды оқып жатқан кезде көбісі түсінбейді да даже. Орысшасына қарап, мына былай екен ғой дейді. Сендер тіл дей бермей, басқа нәрсені қозғасаңдаршы, оданша анау отырған депутаттар, мақтап жатқан депутаттарым бар ғой, Базарбек болсын, Аймағамбетов болсын, өздері де орысша зарлап жатыр ғой, мысалы үшін. Олардың ауыздарына қақпақ қоя алмайсыңдар ғой сендер. Кезінде Бердібек Сапарбаевтың өзі жатқан жайлы болсын, ол кісі айтқан: государственный язык казахский язык, а русский язык межнационального общения деп. Так что сен мына СНГ-де тұрып қазір орыс тілін наравне алып тастаймыз деп үйтіп ойламаңыздар. Сен оданша өзінің үйіндегі бала шағаңды орысша садикке бермей, орысша мектепке бермей, оданша соны түзіле басайшы. Арасында өздерінде орысша сөйлесіңдер ғой. Бұл жақта түбінде сендер түсіну керексіңдер. Саясат деген нәрсе бар. Саясат жатыр. Екінші Украина болғыларың келіп тұр ма не? Әлде өзінше өзбек сияқтымыз, біз бұрыннан жариялағанбыз, бұрыннан өзгеріс жасағанбыз деп. Қаншама адамдар, қаншама қазақтар, мен деген мықты адамдар отыр. Соның барлығын шешімі бұл. Егер де мықты патриотсың ба, өзің ауландағы жалпы қоғамға сенің пайдаң ғана тиесін. Қазақша нәрсеге, қазақша жалпы сол бағытқа өзің үйрет соны. Ал өтіріктен отырып, диванда анан жазып, мынан жазып, қазақша бүйту керек, сөйту керек деп басқа мәселелер толып жатыр. Басынан кредитін асып жатыр. Бизнесін жүрмей жатыр. Үй алайын десең жүрсің квартирада. Астында не машинең де жоқ. Тілден басқа не проблеманы табылмай қалды ма не? Жалпы сіз өзіңіз не ойлайсыз осы туралы пікір қалдырып кетіңізші.